Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен лимон қосылған судың пайдасы туралы айтатын боламыз. Каналыма лайк басып жазылуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Судың адам ағзасына қаншалықты пайдалы екені бұрыннан-ақ белгілі. Диетолог мамандар су диетасына сәйкес күн сайын аш қарынға бір стақан су ішу керектігін айтады. Сондай-ақ олар таза суға лимон тілімдерін қосып ішкен дұрыс екенін дәлелдей білген. Лимон тілімдерін қосылған суды денсаулық сусыны деп атайды. Ол иммунитетті жақсартуға, склероз, анемия сияқты аурулардан арылуға жол береді. Лимон құрамындағы магний, калий мен С дәрумені ми, жүрек және жүйке жүйесі жұмысын жақсартады. Қан қысымын бір қалыпқа келтіреді және теріге нәр береді, тырнақ шаш өсуіне оң әсерін тигізеді. Артық салмақтан арылуды мақсат тұтқан жандарға лимон қосылған су көмегімен тигізе алады. Лимон шырынының құрамындағы пекин ас қорыту жүйесін жақсартып, артық салмақтан арылуға жол береді. Ол үшін күнделікті бір стақан лимон қосылған суды 3 мәрте қабылдау керек. Лимон қосылған қайнатылған жылы су, бауыр, өт, бүйрек ауруларын алдын алып, бұл мүшелердің жұмысын жақсартады. Өт жолындағы тастардың жиналмауын ықпал етеді. Ағзаны зиянды қалдықтардан арылтады және қан құрамындағы токсиндерден арылтып, терідегі пигментті дақтардың көзін жояды. Безеу, сепкіл әжімнің түсуіне жол бермейді, теріні тазалап оны ағартады. Күнделікті таңертең аш қарынға қабылданған жөн. Лимон қосылған су жүйке жүйесінің жұмысын бір қалыпқа келтіріп, бойға күш-қуат пен сергектік береді. Стресс, күйзеліс, көңілсіздіктің болмауына ықпал етеді. Жаздың аптап ыстық күндері бұл шырын шөлеп құтқарса, қыстың күні жанға жылулық пен күш сыйлайды. Қайнаған 1 литр ыстық суға лимон тілімдерін салып қойсаңыз, суыған кезде аз-аздан қабылдай бастасаңыз, кейін қабылдау мерзімін жиілетесіз. Сондай-ақ қалауыңыз бойынша бұл шырынға 1 шай қасық бал мен жалпы жапырағын қосуға болады. Лимон қосылған су ас қорыту жолдарын жақсартады, себебі басқа ферменттермен де әрекетке түсіп, асқазан сөлін тежейді. Ал жылы су ішек қарын жолдарын тазалайды. Теріңіздің тартымды болуына септігін тигізген лимон құрамындағы С дәрумені ағзаның ішінен теріні жақсартады. Сол себепті лимон қосылған су ішу арқылы сіз көпке дейін қарттықты ұмытасыз. Оған қоса түрлі безеу, қарадақ секілді көзге тұрпайы көрінетін нүктелерден құтыласыз. Лимон қосылған су отқа күйіп алып денеңізге тыртық түссе де оны кетіруге көмектеседі. Лимон ең мықты антиоксидант. Ал оны суға қосып ішсеңіз, зат алмасу процесін жақсартып, ағзаңызды бос радикалдардан қорғайсыз. Холестерин мөлшерін төмендеді, иммундық жүйені қатайтады. Лимон қосылған су қаныңызды тазалайды, сонымен бірге қан тамырлары мен күре тамырларды тазалауға көмектеседі және қан қысымын төмендетеді. Бұл сусын арқылы түрлі аурудың алдын алуға болады, тіпті қатерлі ісікке де қарсы төтеп бере алсаңыз, ең бастысы кәсіби мамандардың айтқан тәртібі бойынша ішкеніңіз дұрыс. Лимон шырыны қосылған суды пайдаланудың негізгі ережелері: лимон суын таңертеңгілік уақытта ішу керек. Таңғы астан 20-30 минут бұрын ішсеңіз, дәрумендер ағзаңызға сіңіп үлгереді. Қалыпты норма күніне 1 стақан одан артық ішудің қажеті жоқ. Лимон шырыны жаңа сығылған балғын күйінде ішкен дұрыс, себебі уақыт өте келе қышқыл мөлшері тым жоғары болып кетеді. Мендегі ақпараттар легі осымен тәмам. Сіздер қандай лимонның пайдасын білесіздер? Комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Каналыма лайк басып жазылуды ұмытпаңыздар. Денсаулықтарыңызға қарап жүріңіздер.